журналистер, құрметті қонақтар, бүгінгі тақырыбымыз экология мәселе. Негізгі мәселе бұл қоршаған ортаны қорғау министрлігіне және мына өңірлерді дамыту министрлігіне, онымен қосымша денсаулық министрлігіне қатысты шаруа. Бұл қатысты шаруа оңтүстік Қазақстан облысында туындап отыр. Оның негізгі дауы мынау Береке бір деген кооперативтің жерге игілік жасап 30 шақты шаруа қожалығын сусыз қалдырып, жерді бүлдіріп, ағашты кесіп, құрғатып отырған дүниесі, сол даудың төңірегінде әңгіме құрамыз. Уважаемые гости, уважаемые журналисты, тема сегодняшней конференции – это связана экологическая проблема, Министерство охраны окружающей среды, значит, Министерство регионального развития и касается их территориального подразделения, и касается Министерства здравоохранения, именно комитет по саннадзору. Тема возникла из Южно-Казахстанской области, значит, Шардаринский район, где СТК «Береке» монополизировала государственные земли, взяла под управление и, значит, лишила возможности около 30 хозяйств использования воды. Значит, интересный факт получается. Значит, эта компания СТК «Береке» берет по решению акима района землю под управление, значит, на 49 лет. А в самом деле получается, что аульный аким говорит, что эта земля не принадлежит, значит, ихнему ведомству. Потом, значит, по идее, эта земля должна быть относиться к комитету водных ресурсов, потому что это водоохранная зона, 100 метров на берегу важной республиканской реки. Значит, комитет водного хозяйства тоже, значит, тоже отходит от этой проблемы и говорит, что, значит, внятного ответа не дает. Поэтому к нам пришли в редакцию вот представители крестьянского хозяйства, значит, представители общественного фонда Народный антикоррупционный комитет Паюкова Жанабек Абишев и Кирис-Пай Буратулов, представитель крестьянской группы. Он представляет крестьянские хозяйства, несколько крестьянских хозяйств, которые страдают от этой проблемы. В принципе, мы на сегодняшнюю конференцию лично приглашали вот, представителей Минохраны, регионального развития, значит, Министерства здравоохранения, именно Комитет государственного санэпиднадзора. Ну, как всегда, наши чиновники заняты, кто-то уехал в командировку, ответственные люди, и поэтому получилось так, что с госорганов сегодня никто не пришел. Поэтому, значит, получается то, что мы сейчас будем заявлять, это будем говорить о правде, которая существует на местах. Ну, первое слово. Чаки, сізге берейін ба? Кімге бересіз ба? Я начну. Ал өзіңіз таңдаңыз, қай тілде? Қазақша айтасыз ба, орысша айтасыз ба? Кейін журналистердің сұрақтары егер қазақ тілде болса, қазақша жауап береміз. Орысша болса, орысша жауап береміз. Қазақ тілінде бастай берейін. Қысқа, нұсқа. Бұл негізгі проблема қазіргі осы Шардара ауданындағы бірнеше крестьянский хозяйствоның ғана проблемасы емес. Бұндай мәселе біздің облыстың вообще Қазақстанға тән құбылыс деп ойлаймын. Мәселе осы су мәселесі өзінің суға деген құқығын, жерге деген құқығын пайдалана алмаған крестьян хозяйстволар, то есть біздің ауыл шаруашылық өкілдеріміз қазіргі таңда бәріңізге белгілі күннен күнге қымбаттап баратқан базардағы нарықтың қымбатшылығына как раз осы мәселеде бір тікелей әсер етіп деп ойлаймын. Неге десеңіз, өзінің құқығы тапталып суға қолы жетпеген крестьянский хозяйство жаңағы құрылған кооперативтен суды сатып алуға мәжбүр болады. Сондықтан да бұл жеке адам шаруашы емес, бүкіл мемлекетімізде қазір белең алып отқан өте үлкен мәселе деп санаймын. Негізгі мәселе бұдан 6 жыл бұрын, 7 жыл бұрын аудан әкімі
бір қате шешімменен, қате постановлениемен қаулы алып, өзіне тиесілі емес жерді беріп қойған. Ол жердің иесі қазіргі Министерство охраны окружающих жеріне жатады. То есть комитет водных ресурсов. Біздің заңнамаларына сәйкес, водный законодательствоға сәйкес, кез келген судың, кез келген каналдың екі жағы защитный зонасы, ол тек қана мемлекеттің меншігінде. Республикалық каналдардың. Ол жаңағы біріншіден ол каналдардың республикалық дәрежесі қаулымен, постановлениемен бекітіледі. Ол постановление біздің қолымызда тұр. Кеңке дайындап қойыңыз. Сол постановлениеде осы Қызылқұм магистральный каналы 57-ші пунктте тұр. Значит, бұл каналдың мемлекеттік республикалық дәрежеде канал екенін көрсетеді. Сол каналға сәйкес, сол қаулыға сәйкес, міне қаулы менде қолымда тұр. Сол қаулыға сәйкес осы канал көшірмесі керек болса кейін аласыз. Көшірмесі, құрметті журналистер, керек болса аласыз. Сол канал тізімде қазір 57-ші орында тұр. 57-ші орында тұр. Енді осы каналдың екі жағы мемлекеттік болған кейін, мына қазіргі Министерство охраны окружающих средінің, то есть табиғат министрінің иелігіне өтеді. Оның су жөніндегі, су ресурстары жөніндегі комитетінің иелігінде. Енді сол комитет осыған иелік қылу керек. Мұна әкімнің шешімі арқылы басқа мемлекеттік государственный жаңағы комитеттің иелігіне қарайтын каналдың екі жағындағы қорғаныс жаңағы защитный полосасы жеке меншікке беріліп кетеді 49 жылға. Енді ол қаулының өзі, мен ойлаймын, мына істі қазір 4,5 жылдан бері заң шеңберінде соғыс жүріп жатыр. Солай деп айтуымыз керек. Заң шеңберінде дәлелдеп алуға тырыстық. Ешқандай болмады. Кеңке жаңағы әкімнің постановлениесінде айтып қойыңыз, мен түсіндіріп айтайын. Әкімнің постановлениесінде басынан бастап, именно жаңағы осы Шардара ауданының ауыл шаруашылық еңбеккерлеріне суды бермеу. Немесе суды басқа бағытымен сатып, пайда түсіру үшін ғана ойлау, пайда түсіру үшін көзі деп істеген сияқты. Неге десеңіз, мен қазір оқып берейін, қаулысы тұр. Қаулысының бірінші сөзінен бастап бәрі жалғандыққа. Оны біз қазір бірден дәлелдеуге болады. Қазақстан Республикасы жер кодексінің төмендегі 14-ші, 24-ші, 32-ші баптарына сәйкес, шаруа қожалық туралы заңның 7-ші бабына сәйкес, соны басшылық қарап отырып, аудандық жер қатынастары жөніндегі комиссиясы осында қорытындысы бойынша 2007 жылы қаулы етеді дейді. Сөйтеді, бірінші пунктте былай деп жазады. Ауданның арнайы жер қорының Шардара ауылы аймағынан көгалдандыру мақсатында Базарбай Мүслім мұра шаруашылығына 5 гектар жер учаскесі берілсін 49 жылға. Мен енді осының әрбір сөзінің жалған екенін дәлелдеуге тырысайын. Біріншіден, ауданның арнайы жер қоры дегеніміз бұл мынандай жер қорлар. Пайдаланылмай жатқан жер қорлар. Басқа крестьянский қатыста қайтарылған жер қорлар. Бұлар жаңағы арнайы спец жер қорға жатады. Ал мына жер, жаңағы каналдың екі жағы, ол су шаруашылығы. Сондықтан арнайы жер қор деген өтірік жазылған. Екінші, Шардара ауылы аймағын көгалдандыру мақсатында дейді. Ана канал 70-ші жылдардың басында салынған. 60-ші жылы проект жасалды, 69-ші жылдар болу керек, 70-ші жылдардың басында канал салынған. Біздің заңнамаларымызға сәйкес канал салынып болысымен оның екі жағы жаңа защитный полоса көгалдандырылады. Оны ана ілініп қойылған жаңа суреттен көруге болады. Каналдың екі жағында қазір жаңағы Мұрат шаруа қожалығына көгалдандырудың орнына бұрын көгалдандырылған талдар егілген, талдарды кесіп тастап, оның тамырларын қопарылып, көп тұрыста жаңағы жуандығы жаңағы 60-70-80 метрге дейін баратын үлкен тамырлардың видеоны көрейік те алдымен. Видеоны көрейік, сіз оны қазір қайталап айтайын деп жатсыз. Сіз ұзақ айтып кеттіңіз. Қазақстан каналынан осы тақырыпқа арналған бағдарлама болған. Аудан әкімі шығарған сол ақай шешімнің кесірінен білге бір мемлекеттік мекеме
қарамағындағы жерден және 30-ға тарта шаруа жыл бойғы нәпақасынан айырылғалы отыр. Өйткені осы құжаттың негізінде су қорғау аймақ саналатын Қызылқұм каналының жағалауы заң талабына қайшы болса да, жеке кәсіпкердің меншігіне берілген. Жер телімінің иеленген азамат енді канал жағасында егін егіп, күн көріп жүрген жұртқа ағын су бермей қинап отыр. Дауға тамызық болған Шардара ауданы әкімінің осыдан 5 жыл бұрын шығарған заңды белден басқан әкім Қызылқұм каналының негізгі ажырамас бөлігі саналатын су қорғау аумағындағы 5 гектар жерді шаруа қожалығының меншігіне беріп жібереді. Аудан басшысы бұл аумақтың заңды иесі Ауыл шаруашылығы министрлігіне қарасты су шаруашылығы мекемесі екенін қатер ете алмаған. Су қорғау белдеуі барлық су пайдаланушылар үшін ортақ меншік болып есептеледі. Сол ортақ меншік құқығымыздан айырылып отырмыз біздер қазіргі күнде. Өкімет қаулыларынан бөлек мына жер кодексінің талаптарын, су кодексінің талаптарын бұза отырып осы жер берілген. Күні кешеге дейін бірнеше отбасы белдеуден кейін орналасқан аумақтағы 100 гектарға жуық жерге егін салып, содан ризығын айырып келді. Ал аудан әкімінің шешімі негізінде жер телімінің құжаттарын толық рәсімдеп алған қожалық болса, енді құлақтың басында отырғанын пайдаланып, жұртқа су бермеуде. Қазір айтып жатыр, субсидияланған селитрларыңды алыңдар, жерлеріңді суға алыңдар, жерлеріңді жыртыңдар деп шаруалар жұмыстарын басталып отыр. Біз де қазір соны қиналып отырмыз. Ертең егіп алып, тағын қанша шығынға түсіп отырсақ біз. Белдеудің жерін ойып алған кәсіпкер әу баста аймақты көгалдандырамын дегенмен әлі күнге бір шыбықта қадамаған. Қайта бұған дейін жайқалып тұрған тал-теректің қарасы сиреп қалды дейді жұрт. Кәсіпкердің бұған айтар уәжі жоқ. Нечего делать, пускай пишет. Шыға бала. Қожалыққа берілген 5 гектар жер өз Бәрі бір шал. Бірнеше өткен сот отырысы мәселені кәсіпкердің пайдасына шешті. Оған дейін сотқа тек сарапшы ретінде қатысқан мекеме енді талапкер болып, заң орындарына қайта шағымданбақ. Соттың шешімдерінің бәрі натуралы болып тұрған себебі жаңағы сот су қорғау аймағының су белдеуіне қарамай отыр. Соның жақсы тексерілмей, жете тексерілмей отыр. Әкімдіктегілер бұған бас ауыртып отырған жоқ. Заңды белден басып шешім шығарған әкім әлдеқашан қызмет ауыстырған. Бүгінгі билік өзіне дейінгілердің ісіне жауап бермейміз, төрелігін сот айтсын дейді. Сағызайын созылған іс қазір жоғары соттың қадағалау алқасы қарауында жатыр. Оңтүстік Қазақстаннан Айқын Мұханов, Нұрлан, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Енді бастан мына 6-7 жыл өтті деп жатырмыз ғой, осы әкімнің шығарған шешіміменен, өкіміменен 5 гектар жер су қорғау белдеуінен беріп жіберілген Қызылқұм магистралдық каналының. Енді бұл жерде айта кететін жайт, бұл Қызылқұм магистралдық каналы республикалық меншіктегі канал болып есептеледі. Каналдар бар, облыстық каналдар бар. Бұл жерде жаңағы 5 гектар жер қайерде? Мынау Қызылқұм магистралдық каналы. Мына 5 гектар жер, міне осы орталықта, мінеке, мына орталықта, мінеке. Ені 50 метр жерді, ұзындығы 1 километр жерді алып тұр, берілген жер, согласно әкімнің шешіміменен, постановлениясыменен. Ал мынау кішкентай распределительный канал РК-1 дейді. Мына Қызылқұм магистральный каналдан насостар арқылы осындай насостар әрбір 500 метрді қойылып кете берген. Мына каналға су беріледі. Одан бұл каналдан мыналарға распределение болып кете берген су мынандай. Мынау ортада спец фондтың жерлері бар, неге арнайы жер қоры. Арнайы жер қоры менен мына Қызылқұм магистралды каналының алдында мынау тас жол өтеді, тас жол. Бұл тас жол не үшін? Мына осы каналға специальный каналды проекттері өткен кезде проект бойынша тас жол, шоссейная дорога дейміз, түсірілген. Мына каналды ремонттау керек болады, кейде аварийный состояние болады, техникаларды алып келіп ремонттау үшін берілген. Енді мына 5 гектар жерді М. Базарбаев алып, оны юстицияда регистрация етіп, госакт, мемлекеттік актыны алып, өзінен жеке меншік қылып алды. Бұны мемлекеттік мекеменің жері болып есептеледі, су қорының жері болып есептеледі. Жаңағы
неде юстицияда регистрация қылып алғаннан соң бұл кісі мына біздің насосымызды соның жерінің ортасында тұрған трубаларымызды алдырып тастап отыр. Бұдан бірнеше крестьянский хозяйство, 7-8 крестьянский хозяйство страдат етіп, жерлерін 2 жылдан бері еге алмай отыр. Бұл туралы мына біздер ауыл әкімшілігінен алған справкаларымыз бар. 2012 жылда, 2013 жылда 20 гектарлап, 30 гектарлап жерлер егілмей жатыр. Мемлекет есебінен 1 гектар жерде жүзім бар еді, субсидия есебінен егілген. Ол жүзімдер 2 жылдан бері суғарылмастан ол да күйіп кетті. Осы мәселе туралы біздер енді ауданнан бастап, облыс көлемінде, одан республикаға дейін шықтық. Мәселе шешілмейді. Себебі мына жоғарыда су комитеті, жер комитеті соларға обращаться еткенімізбенен олардың берген жаңағы ответтері біздерге судьяларға сот процестерінде ешқандай пайда келтірмеді. Себебі неграмотный, жаңағы дәлелсіз, заңсыз заң көлемінде көрсетіп берілмеген анықтамалар берген. Себебі ол жерде некомпетентный кейбір специалистер отыр. Біздердің бірнеше жазған хатымыз облысқа барады, облыстан аудандық прокуратураға барады. Аудандық прокуратура қысқа ғана қайырып, вопрос рассмотрено в судебных процессах дейді, біздерге ответ береді. Вопрос рассмотрено. Басқа ешқандай не жоқ, тексеру жұмыстары жүргізілмеді. Біз бірнеше рет сот процестерінде де айттық. Ана гражданско-процессуальный кодексте айтып қойылған. Сарапшылар болу керек, эксперттер. Мына жерде көрсін деп, бірде-бір комиссия келіп көрген жоқ. Аудан әкімінің қаулысында былай деп айтылған. Жерді бергеннен кейін, жер по целевому назначению, тиісті мақсатында. Бұны көгалдандыру үшін деп берген ғой. Көгалдандырылмастан жатыр, қазір 5 жыл өтсе де арада алғанына. Бірде-бір ағаш отырғызған емес мына жерге. Тек біздің насосты алып тастағаннан бөлек. Ол анау суретте көрсетілген. Суретте көрсетілген. Наоборот, ол көгалдандырудың орнына ағаштарды кесіп мінекей. Өзінің жерлерін қоршаған, мына тамырлар, дәу тамырлар тракторменен аударып, отын қылып сатып, жерлерін қоршап, алаң қылып тастаған. Жаңа неде видеода да көрдіңіздер, журналист бір ай жүріп журналистік зерттеу өткізді. Сол журналистік зерттеуді өткізген кезде айтып өтіп кетті. Қазіргі күнге дейін бірде-бір тал шыбық отырғызылмаған деп. Мына бұл жерде енді су кодексінің талаптары, жер кодексінің талаптары. Сіз уже қайталап жатсыз. Жоқ, мынау кісі өзі сол 5 гектарға би қожа, өзі патша, жаңағы жердің бәрін, ағаштың бәрін кесіп, көгалдандырудың орнында бәрін бүлдіріп жатыр ғой. Бәрін бүлдіріп жатыр. Негізгі енді сол анау бұл қанша зиян алып келді. Жаңа сіз айттыңыз ғой, осынша кәсіпорын ала алмай жатыр. Су ала алмай жаңағы жүзім кетті, тағы да егін кетті деп. Қанша ол ақшамен өлшенетін дүние ме? Ақшамен өлшенетін дүние. Мысалы 1 гектар жүзім ешкім есептеп отырған жоқ бірақ. Оны ешкім есептеп отырған жоқ. Мына біздер жүзімнен жылда кемінде 1 миллионға жуық не алатын едік, пайда алатын едік. Ал мақта егіп, жаңағы 20 гектар жерден кемінде 3 тоннадан 60 тоннаға дейін мақта алғанбыз. 3 тоннадан 20 гектар жуық жерде. Жарайды, енді сіз мұнаға отырыңыз, анау камераға дұрыс көрінесіз. Сен журналистердің сұрақтарын тыңдайық. Бұлар енді нақты сұрақ береді ғой. Кәдімгі негізгі буынды шаруа. Иә, менде түсінбеген жерлеріңіз болса, неге бұлай шешіп жатыр? Біріншіден бұл мәселе 4,5 жылдан бері жүріп жатыр. Мынау бұндай аналогичный жағдайда басқа жерде болып жатыр. Бірақ бізде қазір мынау сотты соңғы дәрежесіне дейін жеткізуге халқымыз бермейді. Көбісінің жағдайы да бермейді, қайта Астанаға келуге. Сондықтан бірінші соттан ұтылып қалып, екінші соттан ұтылып қалып, қойшы деп қалдырасылады. Оның айналып кетуге үлкен зияны біздің мемлекетте шаруалардың мүддесі ешқой қорғамайды. Жаңағы осы Астанадағы министерстволарымыздың комитеті даже ауылға бармайды, білмейді, представлять етпейді. Жаңа Мұрат дұрыс айтады. Көптеген мамандар
мына ауыл шаруашылық мамандары, оған даже вникать етпейді, шаруасы жоқ. Соның арқасында егер әр ведомствосы мемлекет тапсырған өзінің қарамағындағы тірліктерін өздері қорғайтын болса, шаруалардың жағдайы түзелер еді. Біздің елімізде, мына өзіміздің совет үкіметі кезінде барлық продукциямызды мына СССР деген үлкен мемлекетте өзіміз шығарғанбыз. И плюс экспорттағанбыз. Ал қазір масқара емес па? 10% жуық қана мен өзіміз обеспечиватырмыз. Даже етті сатып аламыз шетелден. Жаңа айттыңыз ғой. Так, журналистер, сұрақтарыңыз болса. Так, осы дау-дамайдың төңірегінде не мәселе сіздердің? Өздеріңіз представить етіңіздер де, қай неден екеніңізді айтыңыздар, сұрақтарыңызды айтыңыздар. Мен сұрайын. 4-ші билік газеті республикалық. Мынау мәселеде сұрақ өте көп. Бұл қазір бір журналистің бір сұрағымен немесе 10 журналистің 10 сұрағымен бүйді ол ашыла қойды деп отырған жоқ. Мен қазір енді бір жағынан сұрақ болсын, бір жағынан мен түсінбегендігімді түсініп алу үшін сұрап жатырмын. Мысалы, 5 гектар жерде әкім берген. Бір каналдың ұзындығы, осы жалпы ұзындығы 106 километр жерде. 106 километр жерде озеленениеге басқа берген бе шаруаға неге? 5 гектарда 5 гектардан бөліп. 5 гектар жерді бөліп беріп, қалғанында солай жатыр ма? Қалғаны согласно проекта бұрын қандай құрылған болса, сол күйінде тұр, берілмеген. Атаңызға рахмет. Мен сұрақ қояйын сізге. Бұл жерде әкімді сотқа беру керек. Егер сен мына халық тұрып жатқан халық, егіс егіп жатқан халық, біздер қазір продукцияны қымбаттағанын, кейін жаңағы соған бір кері әсерін әңгіме отырмыз бұл жерде. Бұл жерде оны айту керек жоқ. Бұл жерде халықтың тұрмысы сонымен күн көріп отыр. Халық сонымен бала шағасын бағып отыр. Осы нәрсеге бір әшейін бір адам заңға бағынбайтын кедергі жасап отыр. Оны қандай ақысы бар оның? Бұл халықтың өміріне, тұрмысына кері не қылатын. Сондықтан менің өзімнің қазіргі сұрағым, неге жаңағыдай әкімнен сұрамасқа? Мына 5 гектар жерді халыққа су баратын жерге сен жаңағыдай не ашып бересің, халық шығар. Қалған жерің бар да озеленение қылмайсың. Сен озеленение жақсы көреді екенсің, сен озеленение қолдайды екенсің. Бұл бір. Екіншіден, мынау жерді әкім беріп жатқан кезде, фермерский хозяйствода салық төлейді жаңа 5 гектардан, оны мына жақтан бұларды егер оны шығарып тастаған болса, ол айтпаймын, бұл біздің территориямыздағы жер. Бұны қалай шығарып тастайтындар сендер деп? Қалай шығарып тастайтындар? Біз оны бере алмаймыз сендерге. Біз оның жанына жол салып отырмыз. Біз оны обслуживать етеміз. Бұл біздің қарамағымыздағы жер деп, олар өзінің несін доводын келтіру керек қой бұл жерде. Бұл жағы да қарастырылмай тұр сонда. Сонда жалпы айналып келген кезде бүкіл чиновниктер халыққа қарсы ма? Саботаж. Енді мына заңгер есебінде жауап берейін. Біріншіден, мынау жаңағы бағана көрсеттім ғой, әкімнің постановлениесі, қаулысы заңсыз шығарған. Әкім өзінің ауданның территориясына жерді беру керек қой. Ол территория әрбір ауылдық округқа қарайды. Қазір білесіздер, баяғы колхозға қосылғанда қазір ауылдық округқа қарайды. Соған біз мына біз зерттедік те, сенің берген жерің қай жер? Мынау ма? Қай жерден бердің? Бәлен деген ауылдың жерден бердім дейді ол. Қараушы деп ауылдың жердің әкімінен сұрасақ, ол бізге қағаз берді. Бұл жер менікі емес дейді. Оны айттық қой жаңа, қайталап. Так, келесі сұрақ. Так, тағы сұрақтарыңыз бар ма? Не айтасыз? Жоқ, бұны жаңа айтқан жоқ. Айттық. Жоқ, ұзар яқты айттық оны. Мынаны көрсеттік қой, мен айттым ғой. Жоқ, басқадан жер ғой. Так, айтыңыз. Енді осы жерде пайдаланушылардың бірі крестьян хозяйстволардың, және де сол су осы бізге ұқсап су пайдалану құқығына мемлекеттік каналдан су ала алмай отқан бірнеше шаруа қожалықтардың сол несі жеткізейін деп отырмын сіздерге осы мәселені. Осы айтылып жатқан әңгіменің бәрі дұрыс па? Сұрағыңыз бар. Не керек еді сізге? Шынымен сондай менің айтайын дегенім, не себепті осы мәселені сонша қарасақ та мына құзырлы мекемелер осы каналдың иесі бар шығар, мемлекеттік органдар бар шығар, ол кісілерге де осы хаттар жолданылған, ешқандай шара көрінбейді. Міне жер қазір егусіз жатыр, табыс жоқ, бостан-босқа осыған бір не бар ма екен? Құзырлы мекемелер қалай шешуге болады бұны? Бір әкімнің шешімі, я бір соттың несінің. Сіздер енді ойлап отырсыз тұрған, жердің бәрі Астанада шешіледі. Астанадағы су комитетінің істеп отқан тірлігі ғой. Мысалға,
олардың да ақылдары жетіп отыр ғой. Мынау республикалық канал. Жағасы 100 метр, ол баяғыда кабинет министрдің қаулысымен бекітілген дүние. Ол өлсе де жоқ болса да соны қорғау керек. Себебі егер 100 метрдің жағасын дұрыстап ұстамаса, ертең анау суға зиянды. Ол су құрғайды, ол суда жаңағы проблемалар болады, ауру, инфекция түседі деген сияқты. А бұлар енді біз бұл мәселемен айналысқан себебім бірінші экологиялық мәселе. Жаңағы көгалдандыру деп алып алады да, ойына келген істе бүкіл ағаштарды кеседі. Екінші мәселе жемқорлыққа байланысты шаруа. Жаңағы шаруа қожалығы өздерінен жаңа трубаны қойып алады да, өздерінен суды біраз кәсіпорындарға сатады да, сөйтеді тағы да мемлекеттен субсидия алады. Миллиондаған 3-4 миллионға соңғы жылда 3-4 миллионын алып жатыр. Кәдімгі екі жеп отыр ғой бұл. Аналардан бір жеп алады, оларға айтады ғой, ай сен маған ақша төле, мен анау моторға май алам, моторға солярка алам дейді ғой. Ол анау таза алатын майын, соляркасын уже анау шаруа қожалығынан алып қойды ол. Ал мына жақтан таза субсидия алады мемлекеттен. 2-3 миллион ақша. Сөйтіп олмен жайбарақат жаңағы сақалын сипап, ауылда жаңа қыдырып, рахаттанып өмір сүреді. Солай ғой. Екі жеп жүрген. Бұл таза жемқорлықтың көзі. Сондықтан бұның бәрін жақсылап тексеру керек. Қанша жыл болды, қанша кәсіпорындарға су берді, одан қанша пайда тапты, оның моторына кеткен пайда қанша. А мемлекеттен субсидия не үшін алады? Ол мемлекеттен субсидияны алғаннан кейін анау кәсіпорындарға шаруашылығын тегін беру керек. Ана алған соляркасын, жаңағы майын, двигательдің ремонтын, трубасының жаңағы болтын бәрін сол мемлекеттің есебінен қайтару керек та, шаруа қожалықтарына тегін беру керек. А бұл не труба қойғызбайды, аналардан жер қиыр ақша жинап алады, сөйтіп мына жақтан субсидия алады да, рахаттанып өмір сүреді. Солай ғой. Дұрыс. Так. Сұрағыңызды былай түсіндірдім. Значит, біздің ол енді рас, действительно көп тірліктер жергілікті жерде шешілмегендіктен, әйтпесе Астанаға келіп мен несіміз бар. Мынаны көрсетейін. Мынау менің қолымда тұр, қоршаған ортаны қорғау министрлігінің қағазы. Мынаны бүкіл қазір интернетке жайсақ масқара, біз мемлекетті масқаралаймыз. Мынау қазір кімнің қолғанын көрейін. Енді қазір кім оқып беремін, көресіздер уақыттан. Шаханов дейді, председателі, ИО председателі Шаханов. Су комитетінің төрағасының уақытша су комитетінің, комитет по воду ресурсам, су ресурстары комитетінің. И мынаны дайындаған Құдайбердиев дейді. Мына масқарасы сондай, көш жаңа біз айтқан мәселеге жаңағындай ешқандай соны ойланғысы да келмей, отписка, то есть жазады да, мен оқысаңыз күлкілі жағдай. Соңындағы бір несін ғана көрсетейін. В этой связи дейді, определить правомерность постановления Акима Шардаринского района, номер такой-то, не представляется возможным ввиду отсутствия соответствия компетенции этого государственного органа. Помните такой сөз? У меня, я не знаю, у него может не хватает не только компетенции чего-то, а біздің қазір заңымызда, мынау су жөніндегі комитетте, бұлардың сотқа беруге правасы бар. Олар билет барған жоқ. Сондықтан, как это могут написать, значит, министерство отсутствует компетенции деп. Дұрыс, ол егер бұның айтып отқаны рас болса, анау кабинет министрдің үкіміне өзгеріс енгізу керек. Мынау канал тізімнен шығып кету керек. Сонда айту керек, біз басқа каналға жауап береміз, жағасында 100 метрге, а мынау каналға жауап бермейміз керек. Қалай бұл судың комитетінің төрағасы ойына келгенін жазып отыр, ана жақта постановление оған жүктеп қойған, 57-ші жаңағы пунктке кіргізіп қойған, осы канал сенікі деп, мемлекеттікі деп, сен осы комитет соған жауап бересің деп. А бұл біраз жылдан не айтып, жоқ, жаңағы мүмкіндігіміз жоқ деп. Сөйтіп та ең соңғы несіне не тағы? Значит, ввиду отсутствия соответствия компетенции этого комитета. То есть мемлекет мына су комитет беріп қойған мына жерде. Соған мен компетенциям жоқ дейді. Онда бұл комитет жауапты санау керек. Біз онсында қазір бюджетті ақша жетсе батқан жағдайда бұл керек жоқ бізге онда. Егер біз оны өз сотпен шешіп алатын болсақ. Неге қоспауымыз керек? Сонда біз мынау басында мынау пресс-конференцияның тақырыбын анықтаған кезде бұл министрліктің шешетін шаруасы, басында бәрін жинап келіп айту керек еді. Мынау мемлекеттің жері. Мынау сенікі, сен алғаның дұрыс емес, әкім сен дұрыс емес, сен ақсақал сенікі дұрыс емес тіпті деп бәрін өкімін айтатын жоқ. Біз компетенция анау,
біз өзіміз білмейміз, ол не жер деген сияқты сондай ой айтып отыр. Тағы да мемлекеттің, біздің мемлекетіміздің бірнеше өкілетті орындар, то есть высший органдар мынандай жауап береді. Мынау премьер-министрдің кеңсесінің қағазы. Бұнда обыкновенный отписка, бұдан 2 ай бұрын берілген қағаз. Сообщаем, что ваше обращение к канцеляру премьер-министра, значит, за таким-то номером от 29 июля 2013 года направлено для рассмотрения Минрегионального развития РК дейді и Акима Южно-Казахстанской области. Бүгінгі дейін жауап берген жоқ, а региональное развитие қағазын оқысаңыз тағы да күлкіңізге келеді. Сондықтан қысқасын айтқанда біздің жоғарғы органымыз, біздің мемлекеттің өзіміздің құқығымызды, өзіміздің мүлкімізді қорғай жатырмыз. Біздің антикоррупционный комитеттің негізгі мақсатының өзі Конституцияның 3-ші бабына сәйкес біз халық өзінің мүлкін өзі қорғау керек. То есть маргинальная часть, есть активная часть. Сондықтан да мына Думанбеков жолдастың осы инициативамызда құрылған комитет қазір осы бірнеше 1-2 жылдан астам уақыттан біраз нәрселерді отырысып жатырмыз. Сондықтан біз қазір айтайын дегеніміз біз әлі қарай қорғай береміз өзіміздің мүлкімізді, то есть біз осы мемлекет біздікі, халықтікі. Ал кеңке давайте тағы да қосымша. Жоқ, сіз отырып айтыңыз, камера түсіреді ғой. Сөздің соңында айтарым, құрметті журналистер, осы неге қатысып отырған қауым, біз мына 4,5 жылдан бері осы мәселені шешеміз деп бармаған жеріміз жоқ. Әбден материальный да, моральный да шаршадық. Осы жиыннан біздерге бір көмек бола ма деп біз ат шаптырып 2000 километр жолға келіп отырмыз. Мына крестьяндар атынан мына кісі де келіп отыр бірнеше. Біздің президентіміз айтып жатыр қазіргі кезде жұмыссыздықты азайту керек деп. Ана біз 7-8 семья жұмыссыз қалдық 2 жылдан бері. Күн көріп отырған жұмыс жоқ оларда. Ана біздерге сеніп, біздерді осы жерге жіберіп отыр. Біздің сенімімізді ақтап келіңдер деді. Енді осы мәселе осы жиыннан соң бір шешіліп қалады деген үміттемін. Жарайды, енді сіздікі жан айқай ғой. Жан айқай біздікі. Астанаға келіп ат шаршатып, ат терлетіп келіп отырсыз. Негізге мен ойлаймын, енді мынау жалпы бүгінгі нәтижесін біз видеоға жазып, мынау осыған қатысты органдардың бәріне береміз. Олардан жауапты талап етеміз. Мен ойлаймын, енді шешілетін дүние. Жалғыз бір қазақта бір сөз бар ғой, қыңыр шал бір жақта, қалған халық бір жақта деп сол айтпақшы, бір ақсақалдың шаруасы ма, әлде қарияның шаруасы ма, бүкіл елді шаршатып отыр. Мен ойлаймын, ол кісінің проблемасы заңсыз істеп отқан шаруасы. Оған мынау министрлік, қоршаған орта қорғау министрлігі де жауап береді, жаңағы өңірді дамыту министрлігі де жауап беру керек тиісті. Оның қосымша жаңағы мынау денсаулық сақтау министрлігі де оған қатысты. Олар да өздерінің жауабын айту керек. Қосымша әрине бұл мәселені бірнеше рет қараған жаңағы оңтүстік Қазақстанның осы сот прокуратурасы да барлығы да осыған қатысты. Мен ойлаймын, енді осы бүгінгі күннен кейін олар кішкене көздерін ашып, осы мәселеге кішкене ақылмен, жанашырлықпен қарайма деген үміттеміз. Құрметті журналистер, жаңағында мынандай сұрақ туы мүмкін. Мен заңгер болғаннан кейін түсіндіріп айта кетейін. Неге? Осы 4,5 жылдың ішінде соттың жүйесі дұрыс шешімін, әлі шешім бермеген сұрақ туады ғой. Ана нені қоса қойыңыздар, жаңағы екі заңның баптарын. Соттар тұрған жоқ баға. Тұрған жоқ. Соттар осы уақытқа дейін бізге мынандай қисынсыз пайдалануға болмайтын екі статьяны заңның қазақ іс жүргізу кодексінің екі заңын пайдаланып берді. Онда былай деп айтқан. Егер осы іс ілгеріде бұрын қаралса, екінші рет қаралмайды. Екінші рет дәлелдеудің қажеті жоқ. Ана екі баптың да негізгі мақсаты сол. Орнына қоя қойшы. Бұл не деген сөз? Оңтүстік Қазақстан облысының су шаруашылығы осы іспен айналысып сотқа берген, бірақ жер инспекциясы берген. Жер инспекциясы сотқа берген. Сотқа бергенде бірінші саттан, екінші саттан бәріне жеңіп қалғанда әрі қуғысы келмеген.
өзінің тікелей мүддесі, значит, жаны ашымаған. Енді келесі соттардың бәрінде бізге сіздер бұл мәселе бұрын қаралған дейді да, қарамақ отырсады. И сондай жаңағыдай ұйғарым береді, определение орысша айтқанда. Бұл заңсыз деп айтайын, неге дейсіз ба? Біріншіден ана заңда оқығандай, бұрын қаралған іс қаралмау керек, онымен келсем. Онда бірақ тараптар, то есть стороны, тараптар бірдей болу керек. То есть талап арыз беруші, талапкер мен жауапкер бірдей болса, көтерілген мәселе бірдей болса, онда, конечно, қайтадан қарай бермей, оны қарамайды, ол заңды. Енді біз тарап болмағандықтан. Жоқ, істелінбеді, олар істеу керек еді, қарау керек еді деп айтсаңызшы. Сондықтан да қазір жоғары соттан келіп отыр ғой. Жоғары соттан енді бір қандай заңсыз. Ол біздің Қазақстандағы сот жүйесінің системасы. Жаңадан арыз түскен кезде, ол бір рет қаралды дейді да, қайтадан сол арызды қайтара салады. Сондықтан бұл жерде мәселені жаңа айтып отырмын ғой, көзін ашып, жанашырлықпен сөйтіп қарау керек. Соған біз сол органдарды сөйтіп жасауына ықпал жасаймыз. Барлық күшімізді саламыз. Кәдімгі осы министрліктерден жауап күтеміз. Себебі мысалға бәленің бәрі Дайрабайдың көк сүйір демекші. Егер қоршаған орта министрлік су комитеті ол біздің мемлекеттік жер жұмыстарын болмасын деп бір хат берсе ғой, сол мәселенің бәрі түгел шешіліп кетеді. Бәлен бәрі соларға тіреліп отыр ғой. Сондықтан әр орган өз тарапынан өз орынды дұрыс жауап беру керек, жұмыс істеу керек. Сондықтан біз солардан соны талап етеміз. Қазір осы қағаздардың бәрін жеткіземіз, видеоларды жеткіземіз де, содан кейін олардың жауабын күтеміз. Жауабы біздің көңілден шықпаса, одан ары қарай тағы да осы мәселені айта береміз, қолай береміз. Сондықтан енді бүгінгі келген журналистерге, қонақтарға барлықтарына рахмет. Мынау уақыт бөліп келіп отқандарыңызға. Не дейміз? Осындай істе бір болайық, бір-бірімізді қолдайық. Сіздердің енді мынау шаруаларыңыз жақсы шешіліп, әйтеуір күнкөріс тіршілік қой. Осы мынау солтүстіктегілер ойлайды, ой, Шымкенттегілер бай, керемет, жаңағы егін егіп жатыр, бәрін жеп жатыр деп сол айтпақшы. Сол айтып жатқан әңгіменің барлығы оңды болып, егіндеріңізді егіп, суларыңызды алып, байып кетіңіздер, бай қуатты болыңыздар. Айтқаныңыз. Рахмет бар.